Сегодня 13 декабря 2013 года. Мы сегодня, представители общественности, я как правозащитник, прибыли в канцелярию Генеральной прокуратуры. И сейчас будем встречаться с дежурным прокурором с тем, чтобы узнать, какие сегодня были приняты решения, меры процессуального характера по тем заявлениям, которые мы трое суток тому назад сдали. Третьи сутки уже истекают. Какое сегодня принято Генеральной прокуратурой решение? Либо они сами возбудили уголовные дела, либо они направили по территориальности. Наши материалы. Жана Таласаға айтқандай 3 күн бұрын 10 желтоқсан күні адам құқықтары күніне орай біз бас прокуратураға сүйіндіктің тағдырын шешкен екі судьяға қатысты қылмыстық іс қозғалсын деген хат жіберген болатынбыз. Заң бойынша бұл хатты қарастыруға Ген прокуратураға 3 тәулік беріледі. Бүгін о 3 тәулік өтіп, біз бұл жерге келіп, өз хатымызға жауап алуды талап етеміз. Негізі заңсыз жаңағы соттың шешім шығарады. Сол бойынша соны білейін. Құжаттарын көрсетіңіз. Қазір. Я же забыл. Иса деген ана жазға түрді или ол кісі сразу жүргізген түрді ол мәселені. Қазір шақырған ғой. Осында келеді ма? Келе шақырған. Жақсы болды. Жоқ, фото біз өзіміздің жұмыс бойынша нетіп жатырмыз. Біз қазір жағдайда өткен 3 күн бұрын, 3 сутка бұрын 2 арыз осы жерге тапсырғанбыз Генеральный прокуратураға. Жаңа журналист бойынша и содан 2 судья бойынша қылмыстық іс қозғасын деп. Қазір сол бойынша келдік, дежурный прокуратурадан білуге не істелді, қандай шара қолданды, қайда жіберді, заң қалай орындалып жатыр. Сол. Разрешение керек сол делаться, Кімнен? 27. Кімнен керек? Пәтер. 2. Прокуратура разрешение. Сіз кім осы құжатын көрсетесіз? Міне мына кісіде. Телефон 8701 8701. 483 Бермеңіз, мен ұқсат өзіз. 7714. Осында? Абжан Махамбет. Адрес полностью скажите. Қарасай Батыр 25/1 26 пәтер. Так, Карасай Башан. Карасай Батыр. Сіздің тем более құжатыңыз не действительно срок просрочен. Жоқ, ол действительно, бірақ Еще сол қызмет Соттың шешімі бар ма? куәлікті алып жүрсіз. Соттың шешімі бар ма? Бізге не действительно. Хорошо. Возьмите ваш. Адрес скажите, Карасай Батыр. Қарасай Батыр 25/1 26 пәтер. Контактный телефон. 702 270 Біз не істедік сол 91-54. Так, қандай сұрақ не? Біз не істедік соншама деймін. Сұрақ мынандай, біз 3 күн бұрын 2 судьяны соттау талабымен өтініш жіберген болатынбыз. Кім жауаптары бар? Жауапты По линии прокуратуры. Кім жауаптары бар? Біз канцелярияға тапсырдық қой. Жоқ, вы же должны были по линии прокуратуры сперва пройти инстанции. Ответ есть прокурора города? Нет. Жоқ, видите, осы жерде заңда көрсетілген жоқ қой, что мы должны Я вот сейчас это. должен доложиться руководству, да? Қандай сұрақ конкретно скажите? Сұрақ, 2 заявления, ответ на 2 заявления. Для этого у нас, если вы хотите информацию о своем заявлении узнать, у нас для этого существует информационный центр 115. Есім кім? Айдос Айдос. Фамилия қандай? Жумабаев. Жаңа айтып отқан Жұмабай ма? Осы жердің телефоны қандай? Рұқсатсыз фото, аудио және бейне аппараттар Сейчас. пайдалануға. Рұқсатсыз. Мен рұқсат бердім. Мен рұқсат бердім. Кім рұқсат? Сіз қалай рұқсат бересіз? Мен даже жазып тұрмын. Положение бұл жерде
кім бекітеді оқыңыз қалайсыз бұйрығымен как положено бұйрығымен бекітіледі Телефон жүргенде. конституция бұл жерде положение Осы жерде. білесіз ба? әр заңда конституция ол міне мына жерде Жоқ, бірінші конституция ол ана жерде әр зданияның өз положениесі бар. Біз арыз бойынша келдік. Сол арызға қандай иә дұрыс. Міне мына екі арыз бойынша қандай шара қолданды. 98 Болды, одан басқа бізге ештеңе керек жоқ. болған ба Қайда жіберді, кімге жіберді, Оны болды. 115-тен білесіз. Жоқ, оны 115-тен білетін мен оны білемін. Но бірақ та заңда нақты көрсетілген жоқ. Мен дежурный прокурор өз жеке алдынан өтейін деп, келіп көрейін деп, не істеді, не істеген жоқ. Одан басқа маған ештеңе де керек жоқ. Сол бәрі. Мен жаңа прокурор, сен былай істе деп жатқан жоқпын. Рұқсат емес ол. Рұқсат емес. жоқ жаңа көрсетті ғой рұқсат деген сөз Өткенде ана талондар артында. ел басында көрсетті ғой мына жерде аяғында Алло. Павлович, подойдите сюда. Здесь профсоюзный комитет работников автомобильного транспорта города Там Астаны. давали заявление Мне. С камерами и А, дежурный, да. фотоаппаратами. Где? Айдос. Ну вот сейчас сотрудники сейчас выясняют. Ага, подойдите, да? Что там? Сейчас я его пригласил, а ждать? Да, конечно. Я вас приглашу. Все, біз соны білеміз, кетеміз, болды. Я вас приглашу, а ждать в коридоре. А, в коридоре? Да, я вас приглашу, как он будет.